Assalomu alaykum do'stlar. Discovery 2,5 milliondan boshlab tur. Осындай машиналар предлагать етем. Discovery Sport. Панорамный крыша. Бежевый салон. 2,5 миллион теңге старт ценасы. Бүгін беріп жіберем мүмкін. Көреміз. Tesla Model U дейді. 6 миллион теңгеден басталып тұрған 18 мың миль ғана жүрілген 53-ші лот номердегі. Ішін қараңыздар, іші қара оригинал. Крыло, бампер, под ремонт, есік ауыстырасаңыздар. И крыло. Паралар тұр. Яқтан ішін түсірейін. Іші таза сияқты. Бақ. Салон ғой іші. Так, Елантра 2022 1 миллион теңгеден басталады. 10 мың. Bir жарым 1 миллион теңгеден басталатын Lexus IS 200-ті көре берсеңіздер болады. 91-ші лот номер. $1 миллион теңгеден Ланжеронны қараңыздар, әдемі, өзі сап-сау IS 200-ті деген. BMW X5 2022. Бүкіл айрыбақтар оригинал. Bir фара, капот, бампер сасаңыздар болды. 360 камерада 19 миллион теңге старт ценасы бар. Полный панорамный крыша, бежевый салон. Көрсеңіздер болады. Четко варианттардың бірі. Идеально варианттардың бірі. Kia Optima 2020 2 миллион теңгеден басталып тұр. 10 мың ғана миль жүрілген. 2020 жылы. Видео тартып А? Видео тартып. 84-ші лот номер ES 7,5 миллион теңгеден басталып тұр. 350-ші ES. Көре берсеңіздер болады. Минимальный повреждение екен. Полный кожный салон тоже. Анау боковой жағынан удар болған. Қазір көрсетем. Алды таза. 2022 жылғы. Бұл енді үстеріне бірге бір қосып беретін машиналардың бірі. Мордасына тоже ештеңе қылмаған машинаның. Боковойдан екі есігін ауыстырасыздар, болды. Үсті, асты. Lexus ES 300H 2022 жылғы 10 миллион теңгеден басталып тұр бағасы. Осындай машиналардан алуға болады. Үстінен нормальный қалдырады. Lexus LS 500 дегендер. Yes. 9 мың ғана жүрілген екен. BMW-ға 2 рет ойнап ұтамай қалдым мен. Бұны 7 миллионға бермейді. 7 миллионнан плюс ойынына жазыңдар. Старт ценасын 7 миллион деп қойын. 2021 жылғы модельде. Миллионға дейін ойнап көрдім, болмады, бермеді. Енді соған бағасына стоит машина. Бұғаны 10 миллион теңгеден басталып тұрған 86 лот номер. Көре берсеңіздер болады. 2023 жылғы модельде. 2023. 4 мың ғана жүрілген, бір крыло, бір есік, бамперін ауыстыру керек болды. Chevrolet Equinox 1 миллионнан басталып тұр. 2021 мына алдынан осылай соқып алған. Фара оригинал тұр екен. Көре берсеңіздер болады. Бесключевой доступ дейді. Батарейка істеп тұрады.
1 миллион теңге нормально сен алып тұрмын. Нормально кроссовер. Жүріп келген көрінді. Салам алейкум. 2018 Kia Optima 540. Ну, бұлар сразу айтайын 2,5-3 миллионға сатылар. 3 миллионға дейін сатылса зор болады. 3 миллионға дейін ойнайтындар жазыңыздар. 540 мың старт цена істеймін. Почти готовый вариант екен. Тоже. Боковойдың көрін. 12,5 миллионнан басталып тұрған 89 лот номер RX 350. Мына беттеріне ештеңе қылмаған. Мына беттерін көреміз. Туманиктері барлығы тұр. Мордасына ештеңе қылмаған. Мына есігін ауыстыру керек. Ходовой участок. Несі бар, жұмысы бар. Бежевый салон. Оригинал айырбактар екен. Радар. Беспроводный зарядчик. 41 лот номер. NX 300. Көре көрсеңіздер болады. $6 миллион теңге старт 2020. Жақсы вариант тоже. Kia Telluride 90 лот номер. Көре берсеңіздер болады. Бордовый цветте. Қазір көрсетем. Осындай Telluride'тар Қазақстанда. Осындай Telluride'тарды ойнау керек. Қазір есіктері жабық тұр екен. 2020 жылғы модельде. Бар болғаны 4 миллион теңгеден басталып тұрған. Тоже бұны алдарыңызда 540 теңгеден басталатын 26 лот номердегі Sonata. Ішіне чистка жасау керек. Оригинал айырбақтары красный цветте бұл. 1,5-2 миллионға не бар дегендерге осындай машиналар бар деп керек болды. Discovery Sport. Алдарында 92 лот номердегі Discovery Sport. Бұл қазір нормальный продажаға еніп атқан машиналардың бірі. 4 миллион теңгеден басталатын 2019 жылы жаңа модельдегі 4 миллион теңгеден басталып тұр. Плавающий сиденье, полный электропакетте, потолоктардың барлығы жақсы. Кожаный салон, титановый диск. Ассалаумағалейкум достар, алдарыңызда RAM 4X4. Қараңыздар, әдемі мордасымен RAM 100 классик деген өткенде тоже алдық, әдемі бағада. Міне 4VD алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай. Осы машиналар кішкене нормальный баға қалдырады адамның ненің үстінен, продажаның үстінен. Іштері таза. Седонна келді достар алдарыңызда. 1 миллион теңге старт ценасы Седоннаның. Білесіздер қаншаға ойнау керек екендігін. Қаншадан қымбат шығып кетсе қымбат болатын білесіздер тоже. 4 миллионнан жоғары қымбат. 3 миллион плюс минус. Может 2 миллион 900-ге алып қаламыз. Может 3 миллион 200, может 3 миллион 300. Вот. Стоящий машиналардың бірі. Готовый варианттардың бірі екен. Только задний бамперін ауыстырамыз. Бір тебеміз Қазақстанға деп барып алады. Santa Fe 2022, который 5 миллион теңгеден басталып тұрған самый полный комплектация. Көре берсеңіздер болады, осындай красный цветте, панорамный крыша, өзінің кожаный салон, бежевый барлығы болады машинада. Подогрев, беспроводной зарядчик, полный электропакет, оригинал айырбақтары, панель, руль барлығы. Sonata 2 миллион 200 мыңнан басталып тұрған. Көп көтермей беріп жібереді тоже бұнда. Бежевый салон екен, велюр салонмен. Арттарын бәрі қарттырыстыр. Тап-таза, SI комплектация. Бүгін арзан варианттар көп екен, 19 жыл.